Қараңыз, біздің ең бірінші жасайтын шаруамыз Google Chrome'ның менюіне барамыз, печать басамыз, дополнительные настройки, мына жерден верхний нижний колонки тулдарды алып тастаймыз. Поля деген жерде по умолчанию емес, другое қаламыз. Жан жақта отстоктарды 0 қылып алып тастаймыз. Бұл жерде ештеңе қалып қойған жоқ. Біздің браузердің принтерге шығаратын настройкамыз дайын. Бұл енді осы браузер үшін жоғалып кетпейді. Принтердің осы настройкасы туралы инструкцияда көрсетілген, Instagram'да видеосы бар. Осы жерде инструкцияда көрсетілген. Дәл осыны қайталау қажетсіз. Дәл осылай. Міне жан-жағының бәрін алып тастап. Бұл туралы инструкцияда көрсетілген. Толтырдық. Ол толтырылған мәліметтерді тексердік, тексеруге бердік, қол қойғызып алдық, дайын. Енді принтерден шығаратын жерге келіп тұрмыз. Дәл қазір менде 3 оқушы тұр. 3 оқушыға остаток лимитім жеткілікті. Егер жетпеген жағдайда менюге барамыз. Менюде төлем жасау бөліміне өтеміз. Ыңғайлы аударым түрін таңдап, қаражатымыз төлеп, сол төленген төлем туралы ақпаратты осы жерде көрсетеміз. Қай жерден, қандай неден аудардыңыз, жазып көрсетесіз. Администраторға жібересіз. Содан кейін сізде лимитіңіз артып, остатығыңыз жеткілікті болады. Принтерден шығаруым үшін осы үшеуін төленгендердің тізіміне қосуым қажет. Ол үшін мына жерден былай басамын. Бұл жерде осы төленгендердің тізіміне қосылғаннан кейін фамилия мен отчествосын мүлдем басқа балаға, оқушыға өзгертуге шектеу болатындығын ғана ескертіп тұр. Басқа мәліметтеріне ешқандай шектеу жоқ. Түзетем десеңіздер, қателік кеткен жағдайда. Қажетті оқушыларымызды төленгендердің тізіміне қосып алдық. Принтерге шығаратын, тексеретін сәтке келдік. Басамыз. Бұл жерде макет деген ұғым бар, айта кетейін. Егер макетті қолданбасаңыз, мына жерде слепой манағы келтірілген настройкамыз бізде дайын тұр. Яғни осы дайын тұр. Дәл осыны А4 қағазға шығарып алып, оригинал құжатты артына қойып, дәл осылай терезеге тосып, сдвигті тексеріп алу қажет. Егер макетті қолданам десеңіз, бұл жердегі идея дәл осы фондағы суретті принтерден А4 қағазға шығарып, жаңағыдай мынадай қылып терезеге тосып, екеуін бірдей қылып алсаңыз, екеуін жаңағы мына суретпен, фондағы суретпен оригинал құжатты екеуін принтеріңізден шығарып, екеуін биіктігінде, енінде, сдвигінде, оңға солға барлығын келтіріп алсаңыз, онда неге фонға қойып қолданбасқа деген идеядан шыққан бұл макетті қолдану деген. Яғни бұл макеттің биіктігін, енін, сдвигін, оңға солғасын ол макет деген вкладкада жылышта аламыз. Осы жерден макеттің мынау X, Y координатасы сол жақ жоғарыда мына жерден көрсетіліп тұр. Яғни мынау жаңағы мына құжаттың сары сызықтары ғой, сары сызықтары. Көрдіңіз бе? Жан жағының барлығын сізге мынадай қылып тексерген кезде бетіндегі А4 қағаздағы сурет оригинал құжаттың бетін жауып қалмасын деп, тек сары сызықтарын ғана қалдырған. Яғни сдвиг жасауға ыңғайлы. Екеуі мынау мен мынау дәл мына сурет екеуі бір өлшемде тұр. Яғни сіз мынаны өлшемдерін, биіктігі мынау ені, мынау биіктігі H деген X, Y барлығын дәлме-дәл келтіріп алсаңыз, оригинал құжатпен беттестіріп, теңестіріп алсаңыз, онда сізде қорықпай дәл осы жерде фонға қойып пайдалануыңызға болады. Тек қана ескеретін нәрсе, мынау мысалы, мына птичканы алайық. Бұл 610-да 241 дейді. Яғни ол мына птичка тұрған жердің координатасы. Жазу, мына жерден сіз принтерге шығарған кезде, мына Арманова деген, сол дәл птичканың орнына жылжып шығып тұр. 610-да 240. Тек соны ғана ескерсеңіз болды. Яғни жазуды алып алып, мына жерде
дәл осылай қылсаңыз егер, онда мына Армановаңыз асы мына птичканың орнына шығып кетеді. Соны ғана ескеріңіз, болды. Оны бір-екі рет қозғаған кезде түсініп кетесіз. Фонға қою, макетті фонға қою тек алғашқы ұлы жобасын келтіріп алу үшін ғана қажет. Ары қарай макетке қарап жазуларымыздың ұлы жобасын келтіріп алғаннан кейін макетті қолданбай ақ қоюымызға да болады. Ары қарай уже бізге қажет емес. Біз бұны принтерден басып шығару, таза А4 қағазға шығарып, дәл мына суреттегідей оригинал құжатты артына қойып, беттестіріп, терезеге тосып, іздебегін қарап, ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Әркімнің принтері әртүрлі. Менің принтерім сәл оңғарақ шығару мүмкін, сіздің принтеріңіз сәл солғарақ шығару мүмкін. Сол үшін ең бірінші әрекет бұл жерде барлығын белгілеп алып, сіздің принтеріңізге сәйкес барлығын солға қарай 5 пиксель, 15 пиксель, мысалға жылжытып, қайта шығарып, оригинал құжатпен теңестіріп, сөйтіп іздебекті тауып аласыз. Яғни ең бірінші әрекет барлығын общий іздебек жасап алу. Штуктап, жылжытып отырмау керек. Мен жаңа осылай қуалап келтіріп аласыз. Сосын барып ұлы жобасы келгеннен кейін барып, кейбір жазулар көңіліңізден шықпай жатса, мысалы, үшеуін былай жылжытқыңыз келсе, сәл жоғары, бөлек өз алдына жылжыта аласыз. Фамилия мен отчествоны бір қатарға жібергіңіз келсе, немесе фамилия мен имясын бір қатарға, отчествосын бөлек қатарға жібергіңіз келсе, онда ол мына толтыру кезінде басқарылады ол. Үнсіз келісі бойынша үшеуі үш қатарда шығып тұр. Осы жерде үшеуін бір қатарға деген настройка қойсаңыз, онда сіз мына жерден обновить ету керек. Үшеуі бір қатарда шығады. Үшеуі бір қатарда. Дәл сол сияқты фамилиясы мен есімі бір қатар, тек отчествосы бөлек дейтін болсақ, онда дәл солай шығады. Сол настройкаға байланып тұр. Барлық балада осылай шығып кетеді. Дәл сол сияқты орысша жағыза екеуі де бірдей, бір настройкаға қарайды. Сол сияқты аттестаттың қосымшасы да осы үшеуін бір қатарда шығаруға болады. Немесе аттестаттың қосымшасында екі ғана строка, сондықтан үш строкаға шығара алмаймыз. Приложениеде де дәл солай екеуі бір настройкаға қарап тұр. Бір настройкаға қарап тұр. Приложениеде бір настройкаға қарап тұр. Және приложениеде тағы мынадай нәрсе бар. Транслятор деген бір. Яғни сіз приложениеде птичка қойсаңыз трансляторда, онда мына фиода қазақша әріптер болмайды. Птичканы алып жасаңыз, мысалы, кім бар? Бақтыбайұлы Бақыт деген міне. Птичканы қояйық. Міне, қалар кіге ауысып кетті. Оға, өге ауысып кетті. Яғни, кейбір мектептерде қазақша әріптерді орысша приложение баспайды екен. Солар үшін жасалған транслятор. Егер сізге оригинал фиода қалай шығу керек болса, птичканы алып жасаңыз шыға береді. Яғни осы транслятор дәл мұнда қалай тұр, солай шығады. Давайте келесі оқушы Бақтыбайұлы Бақытқа дегенді көрейік. Біз бұл жерде приложение. Бақтыбайұлы Бақыт қайда? Приложение. Бақтыбайұлы Бақыт. Мына жерге птичкасын қойып көрейік. Кетті. Птичкасын қойып көрейік. Біз енді басып жібердік. Мынау екен ғой. Приложениені шығарып жатырмыз. Міне Бақтыбайұлы Бақыт. Приложение. Мына жерде бағалары қойылмаған, бағаларын біз осы жерден толтыра аламыз. Бағалары тек осы оқушы үшін толтырып көрейік. Ведомствода толтырып қояды, полотномен, Excelмен толтырып алуға болады. Біздерге дәл осы жерге ғана толтырайық. Енді мына жақтан обновить етіп көрейік. Бағалардың барлығы шықты. Яғни
Бұл жердегі бағалар атауы ол менюде бағалар тізімі деген бар. Осы жерде орысша приложениеге мыналар шығады, қазақша қосымшасына мына атау шығады. Толтырған кезде біз мыналарды көріп тұрмыз. Excel'де де осыларды толтырамыз. Екі жаққа өзі шығады. Сізде өте жақсы емес үздік деп жазылатын болса, онда сізге проблема жоқ. Мына жерде үздік деп 5 үздік деп өзгертіп сақтай аласыз. Ол мына жерде де бұл қазақшасын шығарайық. Бақыт қосымша. Үздік болып кетті, көрдіңіз бе? Яғни бір жерден бір точкадан тарайды. Принтердің настройкасын осы жерден қарап алуға болады. Осы жасалған координата барлық осы қолданушыдан шығатын барлық оқушыға ортақ. Ол туралы бізде басқа видеода да көрсетілген. Дәл осы жерден түсініп алуымызға болады. Сайттың құрылымы. Яғни бір қолданушыдан 9 класс үшін бір координаталар базасы, 11 класс үшін бір координаталар, бір іздебек жасап қоясыз, 9 класс үшін бір іздебек, 11 класс үшін бір іздебек. Болды. Неше мектеп толтырасыз, параллель 5 мектеп, 10 мектеп ба, оның неше классы бар, барлығы сол бір координатада шығатын болады. 9 класстар 9 жасаған координатада, 11 класстар 11 классқа жасаған координатада шығатын болады. Басқа қолданушыдан, яғни бір мектепте бірнеше класс жетекші аккаунт, өз алдына аккаунт ашып алған болса, онда бір класс жетекшіден шығарып болғаннан кейін, сол класс жетекшінің ID-ін қарап алып, координаталарды көшіру вкладкасынан сол ID-ін жазып, көшіріп ала аласыз. 9 класстың аттестаты, 9 класстың қосымшасы, 9 класстың приложениесі. Олардың қай версиядан шығарды, сіз қай версиясын көшіріп алғыңыз келіп тұр, барлығы осы жерден көшіріп ала аласыз. Яғни бір жасалған әрекетті, бір жасалған іздебекті қайталап жасаудың қажеті жоқ. Мына жерде аттестатқа қатысты мына бір қалып қойды, үздік көк аттестат деген. Дәл осы жерде біз көк аттестатпен шығарамыз ба? Бұл көк аттестат үздік деген сөз еш жерде басылмайды, тек бұрын үздік алтын белгі деген жазу қыстырған кезде общий іздебек мыналардың барлығы төмен қарай түсіп кеткен болды оригинал құжатта. Қазір соңғы кезде барлығы бірдей болып келіп жатыр. Көк аттестатпен шығарып келіп, үздік алатын балаға келген кезде іздебек бөлек болуы мүмкін кішкене. Оны координаталарды көшіріп алып, қайдан ең бірінші осы жердегі, осы класстағы көк аттестаттың жаңа жасаған координатаңыздан көшіріп алсаңыз болады. Қайталап жасап отырмас үшін. Егер бірдеңені бүлдіріп алдым, қайтадан басынан бастайым десеңіз, бастапқы мынаны бассаңыз, қайтадан бастапқы қалпына келтіруге болады. Дәл осы жерден баланың қай шаблонмен шығатынын өзгерте аламыз, таңдай аламыз. Бұл шаблон тек қана аттестат бланкасына ғана қатысты. Ол приложениеге мүлдем қатысы жоқ. Приложениелерде ондай версия барлығы бір. Үздікке де, көкке де сол бір парақ таратылады, сол параққа басылады. Ол жақта ондай жоқ. Инструкциядан қарап алсаңыз болады. Инструкцияда лимит сатып алу, принтерден шығару, оның видеосы барлығы көрсетілген.